Сәлеметсіңдер ме балалар, 2-ші сынып қазақ тілі пәні 73-ші сабақ түбір мен қосымша тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажыратып, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боламыз. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерден үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап, футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін Балдырған журналынан алынған екен. Олай болса балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Інісі неге әуестеніп алды? Ағасы інісін далада ойнату үшін не істеді? Ауладағы балалар қандай команда құрды? Осы сияқты сұрақтар құрастырсақ болады. Келесі тапсырма, мәтінге ат қой. Мәтіннің тақырыбын пайдалы ойындар немесе жанашыр бауыр деп қойсақ болады. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Балалар, компьютердің пайдасы ақпарат табуға көмектеседі, оқу үшін пайдалануға болады, және де достармен сөйлесуге болады. Ал зияны көп қарауға болмайды, көзді ауыртады, және ұзақ отыру денсаулыққа зиян келтіреді. 37-ші жаттығу, суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз дейді. Бірінші бағанда шананың суреттер, ал екінші бағанда сырғана деген сөздер. Яғни, шана деген түбір сөзге мен деген қосымша жалғап, шана мен сырғана деп жазсақ болады. Келесі, парашют және секір деген сөздер. Парашютке пен деген қосымшаны жалғап, парашют пен секір деп жазамыз. Келесі, су деген түбір сөзге ға деген қосымшаны жалғап, суға шомыл десек болады. Доп сөзіне пен деген қосымшаны жалғап, доппен ойна деп жазуымызға болады. 38-ші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Дойбышыны дойбыш ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Жаңылтпаш Балдырған журналынан алынған. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Мұнда қарамен жазылған сөздер дойбышыны және дойбышы сөздері. Дойбышыны түбірі дойбы, шыны деген қосымша жалғанып тұр. Дойбы бұл ойын не деген сұраққа жауап береді. Оған шы деген қосымша жалғанып, дойбышы деген адамға айналып тұр. Яғни дойбышы кім деген сұраққа жауап береді. 39-ші жаттығу, шығармашылық үзіліс, ойлан тап. Жүгіру жарысында Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орында алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Бұл жерде балалар, Мағжан 2-ші орынды алмаса, демек 1-ші орынды алды. Талғат 3-ші орынды алмаса, демек 2-ші орынды алды. Ал Әнуар 1-ші орынды алмаса, демек 3-ші орынды алды. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.